Құрметті бауырлар, бұл видео намаз туралы болмақ. Сіздер каналға жазылып қолдап отырсаңыздар. Намаз – ислам дінінің тірегі, іргетасы, барлық ғибадаттың бастауы. Осы 5 уақыт намазды шарттармен уақытында оқитын адамдарды Алла тағала үлкен күнә жасамауына байланысты ол құлдың істеген басқа күнәларын да кешіреді. Расулалла, оған Алланың салауаты мен сәлемі болсын, айтады. 5 уақыт намаз бір адамның үйінің алдынан аққан таза су тәрізді. Ол адам күніне 5 рет сол суға түссе, оның үстінде кір қала ма? Сахабалар, жоқ қалмайды. Уа Расулалла деді. Қайтадан айтты, міне судың кірді тазалағаны секілді. 5 уақыт намаз да күнәларды тазалайды. Пайғамбарымыз айтты, намаз діннің тірегі, кімде кім оны орындаса, дінін көретіп аяғына тұрғызғаны, ал кім оны тәрк етсе, дінін бұзып шыққаны. Тағы пайғамбарымыздан, оған Алланың салауаты мен сәлемі болсын, амалдардың, істердің қадірлісі, ізгісі қайсы деп сұрағанда ол намазды уақытында оқу деп жауап берген және жұмақтың кілті намаз деді. Сонымен қатар Алла тағала құлдарына тәухидтен, яғни иманнан кейін өз құзырында намаздан артық парызды бермеді. Егер одан артық жақсы көретін бір нәрсе болғанда періштелеріне сол істі жасатар еді. Алайда олардың бәрі намазда, бір бөлігі рукуғда, бір бөлігі сәждеде, бір бөлігі қиямда түрегеп тұр, ал бір бөлігі тәшәһүдте отыр деген. Намазды қасақана біле тұра оқымаған адам кәпір болады. Яғни иманның кетуі жақындады деген сөз. Әсіресе шөлде суын жоғалтқан адам өлді дейді. Яғни өлім қаупі жақындады деген сөз. Расулалла, оған Алланың салауаты мен сәлемі болсын, айтады, қиямет күні иманнан кейін алғашқы сұрақ намаз турасында болады. Егер намаздарың толық болса, һәм шарттарына сай оқылған болса, қабылдайды. Ал қалған амалдар одан кейін соған қарай қабылданады. Егер намазы кем, қате болған болса, қалған басқа амалдарымен бірге бетіне ұрады. Сондай-ақ жақсылап дәрет алып, намазды уақытында оқыған, рукуқтары мен сәжделерін жақсылап орындаған, шын жүректен және бойсынушылықпен, шынайы түрде оқыған адамның намазы аппақ және нұрлы түрде аршыға қарай көтеріледі. Сосын айтады, мені қорғағаның тәрізді, Алла тағала да сені қорғасын. Намазды уақытында оқымай, дәретті дұрыстап алмай, рукуқтары мен сәжделерін шынайылықпен беріліп оқымаса, оның намазы қара түсті қараңғылық болып көкке шығып, мені құртқаның секілді, Алла да сені құртсын дейді. Алла тағала қалаған уақытқа дейін оның бұл намазын ескі шүберек секілді бетіне лақтырады. Пайғамбарымыз, оған Алланың салауаты мен сәлемі болсын, айтқан ұрылардың ең жаманы намазын ұрлағандар. Міне бүгін намаздың біз үшін қандай дәрежеде екенін білдік. Келесі тақырыпта рухы туралы видео болады. Жаңа видеоларды өткізіп алмаңыздар.